Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін таңғы асқа керемет сүзбелі запеканка дайындаймын. Дайындалу барысына небәрі 5 қана минут кетеді және қолжетімді заттардан жасалады. Дәмі сондай нәзік, сырникиге ұқсайды. Тек таңғы асқа емес, десертке де ұсынсаңыз болады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыңғайлы ыдысқа сүзбе, жұмыртқа, қаймақ, қант немесе оның орнына осы мөлшерде бал қолдануға болады, жүгері крахмалы және тұз. Егер жүгері крахмалы болмаса, оның орнына сол мөлшерде ұн да салсаңыз болады. Барлығын біркелкі етіп блендермен езіп аламын. Бұл запеканканың артықшылығы сүзбенің құрғақ немесе сулы болуын қадағалау қажет емес, сүзбенің кез келген түрімен жасай беруге болады. Жақсылап араласқан массаны табанына сары май жағылған формаға орналастырамын. Форманың кез келген түрінде жасай беруге болады, бірақ табаны бүтін болуы тиіс, себебі масса өте сұйық болғандықтан астынан ағып кетуі мүмкін. Бетіне әсемдеу үшін және қосымша дәм беру үшін жидектер орналастырдым. Болмаса үйдегі мейіз немесе кез келген жаңғақ түрлерін массаға араластырып жіберсеңіз де өте дәмді болады. Миндаль жапырақшаларын сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа жібердім. Беті осылай қызарып пісті, пісу барысында көтерілді, бірақ суығаннан кейін ол қайтадан түседі, ол қалыпты жағдай, солай болуы тиіс. Жылы күйінде ұсынып жей беруге болады, бірақ мен салқындап, суытып жегенді ұнатамын. Таңғы асқа сондай дәмді, әрі көрінісі де әдемі. Егер қантты балмен алмастыратын болсаңыз, өте пайдалы тағам. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Құрамдардың нақты мөлшері әдеттегідей видеоның төменгі жағында. Видео ұнаған болса лайк басуды және комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басып қойуды ұмытпаңыздар. Әр аптада өте ерекше рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.